Туризм дедік, бірақ визасыз режимнің қарапайым ғана халықтың пайдасына шешілген тұсы да бар. Қытайда туысқандары бар қазақтар кез келген уақытта көрші елге кедергісіз өте алатыны да айтарлық дүние. Соңғы кездері қоғамда визасыз режим тек Қазақстанда туып өскен Қазақстан азаматтарына ғана жүреді, бірақ Қазақстанға көшіп келген туған жері Қытай деп тұрған азаматтарға бұл режим жүрмейді, яғни туысшылап баруға жол жоқ деген өсек-аяң тарап кетті. Мен осы туралы Сыртқы істер министрлігіне сауалнама жолдағам, кеше ғана жауабын алдым. Яғни туған жері Қытай деп тұрған азаматтар болса да, мейлі кім болса да, Қазақстан азаматтары 30 күн уақытпен Қытайға визасыз кіре алады. Ассалаумағалейкум, Көкейтесті каналының оқырмандары, армысыздар. Кешеден бері әлеуметтік желіде, WhatsApp топтарында менің хабар арнасында берген осы бір шағын сұхбатым кеңінен таралып жүргені байқалады. Кейбір ағайындар осы мәселеге байланысты өзіме де хабарласып, бұл рас па, қашаннан бастап атқарылады деген сұрауларды да қойып жатыр. Осыған қарап, бұл тақырыптың қаншалық өзекті екенін мөлшерлеуге болатын секілді. Сосында сәлемнің де сәті бар дегендейін, осы мәселені кеңірек түсіндіре өтуді жөн санап отырмын. Әрине, соңғы кездері Қазақстандағы ең қоламталы тақырып, нақтылап айтсақ күйіп тұрған мәселе осы Қазақстан мен Қытай арасында визасыз режим енгізу мәселесі болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің сайтында Қазақстан мен Қытай арасында 30 күндік визасыз режим енгізу мәселесі ашық талқылауға түскен болатын. Осы мәселеге келгенде халықтың көзқарасы екіге жарылды. Яғни билік және билікті жақтайтын азаматтар және басқа да азаматтар бұл өте орынды, бұл Қытай мен Қазақстан арасындағы барыс келісті дамытады. Сондай-ақ Қазақстанның туризм саласын дамытуға және сауда-саттықты жандандыруға тиімді десе, ал қарапайым халықтың дені бұған мүлде қарсы. Яғни Қазақстанға туристер келгенімен, сауда-саттық жанданғанымен біздің елімізді Қытай басып кетпей ме деген қауіп күшейіп тұр. Сосында қазір қарапайым халық арасында осы Қытайдың визасыз режиммен Қазақстанға келуіне қарсылық нысайда өте күшейіп тұрғаны жасырын емес. Әрине, бұл арада бір мәселені ескерген жөн, Қытай азаматтарының Қазақстанға визасыз режиммен кіру мәселесі бұдан бұрын шешіліп қойған. Яғни 2022 жылы мамыр айынан бастап Қазақстан мен Қытай арасындағы келісімдерге сай Қытай азаматтары Қазақстанға 14 күндік визасыз режиммен келіп жүрген. Яғни келіп те жатыр қазірдің өзінде. Қытайдағы кейбір туысқан қазақтарда осы 14 күндік визасыз режиммен Қазақстанға туысшылап келіп қайтып жатыр. Демек, қазір талқыланып жатқан мәселе осы 14 күндік визасыз режим уақытын 30 күнге созу. Яғни Қытай азаматтары 30 күндік визасыз режиммен Қазақстанға сапарлай келсе, Қазақстан азаматтары да 30 күн уақытпен туристік сапармен, ем қабылдаумен, жеке сапармен және туысшылаумен Қытайға бара алады. Яғни осыдан бұрын Қытай азаматтары біздің елге 14 күндік сапармен келіп тұрған, ал Қазақстан азаматтарының визасыз режиммен 14 күнге баруына жол қойылмаған еді. Демек, алдағы уақытта осы мәселе тең тұрғыдан шешіліп, Қазақстан азаматтары да визасыз режиммен 30 күн уақытпен Қытайға бара алатын болса, Қытай азаматтары да 30 күндік сапармен Қазақстанға визасыз келіп кетуге мүмкіндік алмақ. Әрине, бұл қазір ашық талқылауда тұр. Нақты ақпараттарға қарағанда бұл мәселе 18 мамырда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қытайға сапары аясында қарастырылады. Яғни жоғарыдағы азаматтарымыздың 30 күндік визасыз режим атқарыла ма, ол қашаннан бастап атқарылады деген мәселесіне келетін болсақ, Қазақстан президентінің осы сапары аясында шешілмек. Егер екі ел тарапы келісімге келіп, келісімге қол қоятын болса, онда бұл режим көп өтпей қолданысқа енуі мүмкін. Әрине, осы визасыз режимге байланысты соңғы кездері тағы бір жалған ақпарат тарады жұрт арасында. Ол болса, Қытай мен Қазақстан арасында визасыз режим енгізілсе де, бұл режим аясында тек Қазақстанда туып өскен Қазақстан азаматтары ғана Қытайға 30 күндік уақытпен сапарлап бара алады. Ал төлқұжаттарында, паспортында туған жері Қытай деп жазылған Қазақстан азаматтары
бұл режиммен Қытайға бара алмайды, себебі Қытай тарапы бұған шектеу қойып отыр екен деген сияқты ақпараттар жұрт арасында тарап жүргені жасырын емес. Өйткені соңғы кездері шынын айтайық, Қытайға виза аштыру мәселесі өте күрделі болып тұр. Тек виза алу үшін өшіретке тұрудің өзі басында 10 мың теңгеден басталса, қазір 80, 90, 100 мың теңгеге дейін көтерілді. Ал екі ел арасындағы жүк тасымалымен айналысатын жүргізуші, яғни шофер азаматтарымыздың визасын аштыру 500 мың теңгеге дейін шарықтап кетті деп жатыр. Әрине мұны жасап отырған елшіліктер төңірегіндегі делдалдармен қатысты екені жасырын емес. Сосында олар алдағы уақытта өзінің саудасы тоқтап қалмауы үшін Қазақстан мен Қытай арасындағы визасыз режим тек Қазақстанның жергілікті туып өскен халқына ғана қаратылады. Шетелден келіп Қазақстан азаматтығын алған, туған жері Қытай деп жазылып тұрған, Шайна деп жазылып тұрған азаматтар бұл режимге кірмейді екен деген сияқты өсек аяңдарды тарқатып, өз саудасын қорғап отыр. Әрине бұған біздің көптеген азаматтарымыз сеніп жатыр. Сосында қазір Алматы, Астана қалаларында Қытай консулының төңірегінде виза аштыра алмай тарығып жүрген қандастарымыз да аз емес. Осы мәселеге байланысты біз 10 шақты адамның қолын қойып, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне сауалнама жіберген болатынбыз. Көп өтпей осы сауалнамамызға жауап алдық. Яғни Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің берген мәліметі бойынша алдағы уақытта екі ел келісімге келіп, тоқтамға қол қоятын болса, екі ел арасында визасыз режим ресми түрде енгізілетін болса, кез келген Қазақстан азаматы Қытайға баруына мүмкіндік бар. Яғни Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің бізге берген жауабына сүйенсек, Қытайдан келген қазақтардың туысшылау жолымен Қытайға баруына шектеу қойылады деген сөз шылғи өтірік. Яғни аталған дерекке сәйкес Қазақстанның кез келген азаматы Қытайға туысшылау, саяхаттау, ем қабылдау сапарымен бара алады. Қолында паспорты болса болды, оған виза аштыруының қажеті жоқ. Сонымен қатар, екі ел арасында жүк тасумен айналысатын шофер азаматтарға да арнайы виза қажет емес екенін аталған хатта ескертілген. Демек, біздің ағайындарымыздың консул төңірегін жағалаған делдалдардың сөзіне сеніп, ойбай Қытайдан келген қазақтарға визасыз режиммен Қытайға баруға болмайды екен деген жалған өсек аяңға сеніп, орынсыз жерден шығындалмасын деп біз осы ақпаратты жариялап отырмыз. Дегенмен, көлеңкесінен қорқып отырған Қытай билігінің әртүрлі шарттарды алдыға тартуы табиғи, яғни Қытайдағы тіркеуіңіз өшті ма, паспортыңыз қиылды ма деген сияқты талаптарды сұрап қалуы да әбден мүмкін. Өйткені Қытай билігі туған жері Қытай азаматтарынан шекарадан кірген жерден тіркеуіңіз өшті ме, яғни Қытайдағы қазақтардың тілімен айтқанда нопосыңыз өшті ма, паспортыңызды қидырдыңыз ба деп сұрайтыны табиғи. Сондықтан бұл жерде біздің Қытайдан келген ағайындар бұл мәселені ерекше ескеру керек. Яғни паспортыңыз қиылмаған болса, Қытайдың азаматтығынан шықпаған болсаңыз, бұл сіздің өзіңізге де көптеген қолайсыздықтар алып келуі мүмкін. Шекарадан кіргізіп жібергенімен барған жеріңізде жергілікті өкімет әртүрлі сылтаулармен сіздің мазаңызды алуы ықтимал. Әрине, бұл арада бір мәселені ашық айта кеткен жөн. Қытай бұл арада өзінің ата заңында белден басып отыр. Қытай Халық Республикасының ата заңы бойынша Қытай азаматтары шетел азаматтығын қабылдаған күннен бастап автоматты түрде Қытай азаматтығынан шығарылады деп ашық жазып қойған. Алайда Қытай осы белгілемені өзінің заңына батпитып жазып қойғанымен нақты өмірге келгенде атқармай отыр.